Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері автобус және борышкер жедел алдын алу шаралары аясында қызмет атқаруда. Автобус операциясы ел аумағында 14 қазанда басталған болатын. Петропавл қаласы мен облыс аудандарының жолдарында іс-шараны өткізу үшін ішкі істер органдарының 500-ден астам қызметкері тартылған. Әкімшілік полицейлер рейдте жүргізумен қатар бекеттер мен жол үстінде қалааралық автобус бағыттарында тексеруде. Үстіміздегі жылдың 9 ай ішінде облыс жолдарында жолаушылар тасымалдары көліктерінің қатысуымен 11 жол көлік оқиғасы тіркелген. Оның 5-еуі жүргізушілердің кінәсінен болған. Айта кетерлігі, жолаушылар тасымалдаушы көліктердің қатысуымен болған барлық 11 жол көлік оқиғасы облыс орталығында орын алған. Осы іс-шараның мақсаты қоғамдық көлік жүргізушілердің жіберетін құқық бұзушылықтарын болдырмау. Құқық бұзушылықтардың ішіндегі көп жасалғандары көлікті басқарып келе жатып телефон пайдаланудың 28, маневр жасау ережелерін бұзудың 14, мемлекеттік техникалық бақылаудан уақытлы өтпеудің 8 фактісі тіркелген. Жолаушылардың өмірі мен қауіпсіздігі қоғамдық көліктердің жұмысына тікелей байланысты болғандықтан олардың жұмысы үнемі полицейлердің бақылауында. Тәртіп сақшылары сондай-ақ борышкер жедел алдын алу шарасының екінші кезең аясында жұмыс істеуде. Оның мақсаты салынған әкімшілік айыппұлдарды өндіріп алудың тиімділігін арттыру, жасалған құқық бұзушылықтар үшін жаза тарту принциптерін сақтау. Задействовано 400 сотрудников административной полиции и 90. Іс-шараға әкімшілік полицияның 400 қызметкері, 99 бірлік автокөлік тартылды. Борышкер жедел алдын алу шарасының алғашқы күні 4,5 миллион теңгені құрайтын 636 түбіртек өндіріп алынды. Айыппұлдарын төлеуден бас тартқан тұлғалар анықталған жағдайда полиция қызметкерлері прокуратура органдарымен келісе отырып, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне сәйкес салынған айыппұл туралы қаулы аяқталғанға дейін көлік құралын тіркеу куәлігі тәркіленіп алынады. Бүгінгі таңда айыппұлдарды төлемеген 28 тұлғаның тіркеу куәлігі тәркіленген. Автобус және борышкер жедел алдын алу шаралары қазанның 16-сы аяқталады.